томпип пузырьки дейді. Солар бірге пузырькилар бірігіп те кетуі мүмкін. Ол жарылады, ішіндегі сұйықтық болады. Баршаңызға сәлем. Бүгін жұмыста осылай маскамен жүрмін. Оның себебі ойырвида емес, тұмау емес, мына бір ұшықта. Мен білесіздер, бұл ұшық шықса түрі жаман болады. Адам көргенде жеркенішті. Алыстан қатты білінбейді, бірақ жақындаған кезде, менікі енді 3-ші күн болып бара жатыр, уже беті сарғыштанып, білесіздер, енді мұрнның айналасына шыққаннан кейін өте бір қатты жағымды көрінбейді. Соған байланысты ұшық жайлы толық түсіндіріп кетпекші болдым. Бұл ұшық қайдан пайда болады? Бұның қоздырушысы вирус. Вирус герпес вирусы. Енді адамда оның 8 түрі болады. Адамнан адамға жұғады. Ешқандай жаңағы заттан, бассейннен, анау-мынау емес. Өйткені вирус ондай жерлерде тез өліп қалады. Сондықтан адамнан адамға ғана, яғни сілекей арқылы сүйген кезде, қолынан ұстаған кезде, ер адам мен әйел адам қарым-қатынасы кезінде деген сияқты жұғуы мүмкін. Анасынан баласына да беріліп жатады. Мысалы, кішкентай балалар енді қол ұстауы мүмкін, анасынан берілуі мүмкін ол вирус. Ес білгелі осы мұрын ауыздың мына жерге біресе ерінге, біресе әйтеуір сол осы ауыздың айналасына шығады. Көп адамдарда сондай. Неге? Өйткені вирус зақымдаған кезде нерв жүйесі бар ғой, соны зақымдайды. Енді сразу иммуноглобулин G бөледі да, оның көбеюін тоқтата тұрады. Бірақ ол организмнен жоғалып кетпейді. Яғни герпес вирусы сіздің организмге бір рет түсті ма, бітті. Өмір бойы сізбен бірге жүреді, сіздің жүрегіңіз тоқтап. Анда өміріңіз аяқталғанда ол да бірге өзінің өмірін аяқтайды. Енді глобулин G бөледі, оның көбеюін тоқтатады. Содан кейін біздің нерв жүйесі оның басқа да жаңағы сегменттерге кетіп қалмас үшін тоқтата тұрады. Енді оны мен қатты былай тереңдеп зерттеп айта алмаймын. Енді менің мамандығым фармацевт. Аксонның жаңағы талшықтарында тұрады деген сияқты. Олар тұрғаннан кейін көбеймейді. Егер сіздің мына жақтағы осы нерв жүйесінде жаңағы талшықтарында вирус зақымдаған болса, сізде постоянно осы аймақта шығуы мүмкін. Ал егер басқа да аймақтарға тарқалса, ол жақтарда шығады. Яғни қай нерв жүйесін қай жердегін зақымдады, сол жерге жиі шығатын болады. Бұл жылына бір рет, тіпті айына бір рет шығуы мүмкін, әркімде әртүрлі. Енді қараңыз, көбінесе адамдар бірінші және герпестің екінші түрімен, ең қарапайым түрлерімен ауырады. Бірінші түрі бастан бел аймаққа дейін, сол аймақтардағы кез келген жеріңізге шығады. Екінші герпес айттым, белден төменгі аймақтарда шығады. Көбінесе енді ыңғайсыз жерлерге шығады. Ол қатты ауырады. Герпестің қандай белгісі бар шығатын? Бірінші герпес шығатын адамдар өздері сезеді, жиі шығатындар. Тысылдап, белгі беріп, шымшылдап, кішкене ауыртып, сөйтіп бастауы мүмкін. Содан кейін томпип пузырьки дейді. Солар бірге пузырькилар бірігіп те кетуі мүмкін. Ол жарылады, ішіндегі сұйықтық болады. Жарылғаннан кейін ол жер сарғыштанып, қатып, жара сияқты болады. Ол тіпті 12 аптаның ішінде кетуі мүмкін. Енді қараңыз, адамдардан жұғады дедім, қалай шығатыны пайда, қайдай түрі бар. Ендігі кезек қалай емдейді? Ацикловир, яғни противирусный. Бұлар айтқанымдай өмір бойы сіздің организміңізде жүргендіктен толығымен сіз жазылып кетпейсіз ғой. Противирусный бұлардың көбеюін тоқтатады. Яғни сіз сезесіз ғой, шыпырлап бастап жатқанын, осы вирус шығады-ау, герпес шығады-ау деген кезде ішіп жүруіңіз керек, сонда көбейіп кетпейді. Бұл противирусный ацикловир жаңағы действиясы, яғни көбеюін тоқтатады. Соның әсерінен бірінші басында, бірінші, екінші 12 сағаттың ішінде, сезгене 12 сағаттың ішінде ішіп бастасаңыз, сразу көбеюін тоқтатасыз да 1-2 күнде жоқ болып кетуі мүмкін. А егер уже сары жаңағы томпип пузырькилар шығып жара болып кеткенде, мас түрінде, жаңағы таблетка түрінде ішсеңіз де, мысалы 5-6 күнде жазылуы мүмкін. Ендігі беременналарға, яғни аяғы ауыр келіншектер бұрын герпеспен ауырмаса, ондай вирус болмаса, оған қарсы иммуноглобулин G бөлінбеген болса, бірақ беременность кезінде осы вирусты жұқтырып алып, жаңағы герпеспен ауыратын болса,
қауіптірек болады. Себебі плацентаға, яғни балаға вирус өтеді. Ол негізі адамнан да көп жерін вирус зақымдайтын болса, бауыры болсын, өкпесі болсын, общем организм қай мүшесі бар, соның бәрін бүйрекке дейін зақымдауы мүмкін. Ал кішкентай бала 36-шы неделя, 37-шы неделя болатын болса да, туғызып алғанның өзінде иммунитеті төмен, иммуноглобулин G бөліп үлгермейді да ол ше. Сондықтан ол қауіптірек болады. Сондықтан береміз кезінде, егер бұрын герпеспен ауырмаған болса, міндетті түрде противовирусный береді. Противовирусный не істейді? Только жаңағы вирустың көбеюін тоқтатады. Ендігісі, береміз кезінде сіз сол вирусты жұқтырып алмауға тырысуыңыз керек. Бірақ сонда да қараңыз, адамнан адамға мысалы жұққаннан кейін бұл иммунитет төмендеген кезде вирус өзінің жаңа көбеюін бастайды. Яғни көбінесе тұмаудан кейін жазылып жатқан белгісі дейді. Жоқ, ол жазылып жатқан емес. Сіз тұмау кезінде антибиотик қабылдадыңыз ба, иммунитетіңіз төмендеді. Өйткені антибиотик ешқандай бактерияны таңдамайды. Ішектегі біздің иммунитет көтеріп тұратын барлық бактерияларымыздың бәрін, пайдалы бактерияларымызды да өлтіріп жібереді, пайданы да пайдасы да. Иммунитет төмендейді. Ол герпестің вирусы сізге өзінің қызметін ұсынады, қышытады, өстіп жара шығарады, жағымсыз болады. Енді кешіріңіздер, қайта-қайта үзіліп кетіп жатыр да, ойым шашырап кетіп жатыр. Енді жұмыста түсіргеннен кейін солай болады. Сонымен айттым, береміз кезінде қауіпті. Егер бұрын ауырған болатын болса, сізде иммуноглобулин G уже бөлініп қояды да, плацентаны қорғап тұрады. Егер вирус плацентаға қарай келсе, иммуноглобулин G оны тоқтатады, сонымен балаға өтпейді, ары қарай жақсы дами бересіздер. Сонымен біріншісі қайдан жұғады? Адамнан адамға. Екіншісі қалай әсер етеді? Яғни пузырьки пайда болады, одан кейін ол жарылады, яғни көбейіп жатыр деген сөз ғой. Объемы үлкейеді, одан кейін ол жарылғаннан кейін сол жерде жара қабыл пайда болады. Енді қабыршықтанып, сары түсті. Оны дәріні қай кезде? Бастапқы 12 сағаттың ішінде, бірінші белгілері пайда болғанның бастап 12-48 сағаттың ішінде ішсеңіз тезірек кетеді, тезірек көбеюін тоқтатасыз. Несімен қауіпті? Бұл егер сіз нервныйдан жаңа иммунитетіңіз қатты түсіп кеткен кезде, мысалы химиотерапия алып жатқан кезде, вообще иммунитеті жоқ адамдар, қайта-қайта ауыра беретін адамдар болса, иммунитеттің барлық жағына, денесінің бүкіл денесіне сып басып кетуі мүмкін, онымен күресе алмай қалуыңыз мүмкін, бауыр, өкпе, бүйрек, в общем, қайғы нервтың жаңағы жүйелері бар, соның барлығын зақымдауы мүмкін. Ол өте қауіптірек. Бірақ айтқанымдай өмір бойы сізбен бірге жүретін болғандықтан иммуноглобулин G өзі де күресе алады. Дәрі ішпесеңіз де кетуі мүмкін, егер сондай осложнение болып кетпесе. Осложнениеға кетіп қалмау үшін міндетті түрде қай кезде шығатынын байқаңыздар. Антибиотиктен кейін пробиотик, яғни ішектің микрофлорасын ретке келтіріп иммунитетті көтеру керек. Сонда иммунитет вируспен тезірек күреседі, жоқ қылып жібермейді, тек жаңағы айтқан өсуін тоқтатады. Сондай болу керек. Кейбір адамдар сезонный болады, сол кездерде сақтанып жүру керек, иммунитет түсіп кетпеуіне мән беріп жүру керек. Кейбіреулерде климат ауысса, стресс кезінде, яғни стресске берілмеу керек деген сияқты. Бұны енді безопасный, безобидный дейді ғой, сондай болып көрінгенімен бұның да қауіпті, бұл вирустың да қауіпті жақтары бар. Бастысы паника жасамау керек. Ацикловирамайз таблеткасын жақсаңыз да, балацикlovирді алсаңыз да болады. Иммунитетті көтеру керек, ең главный. Сол ауырмаңыздар, балаларыңыз ауырмасын.